Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Бүгін сіздерге президенттік жастар кадр резервіне кезекті іріктеу мәселелері туралы ақпарат беру үшін жиналып отырмыз. Өздеріңізге мәлім, дарынды бастамашыл жаңаша ойлайтын жастарды мемлекеттік басқару ісіне тартуға бағытталған президенттік жастар кадр резервін қалыптастыру мемлекет басшысының тікелей бастамасымен қолға алынған болатын. Бұған дейін 2 рет іріктеу өткізілгенін білесіздер. 2019 жылы өткізілген іріктеу бойынша резервке 300 адам, 2021 жылы 50 адам қабылданды. Резервке алынған 350 адамның 264-і мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік секторлар ұйымдарында жұмыс істейді, яғни жалпы санының 75%-і жұмысқа орналастырылды. Олардың ішінде 128 адам орталық мемлекеттік органдарда, 38 адам жергілікті атқарушы органдарда, 41 адам өзге де ұйымдарда қызмет атқаруда. Олардың қатарында 31 резервші саяси лауазымдарға, 6 резервші А корпусының лауазымдарына тағайындалса, 1 резервист мәжіліс парламенті және 2 резервист мәслихат депутаты болып қызмет атқаруда. Сонымен қатар іріктелген резервшілер мемлекеттік органдар жанындағы консультативтік кеңесші органдар мен қоғамдық кеңестер жұмысына да белсенді атсалысып өз үлестерін қосуда. Жалпы бүгінгі күнге дейін әртүрлі деңгейдегі лауазымдар барлық резервшілерге ұсынылып отырады. Олардың әлеуетін пайдалану мәселесі біз үшін өзектілігін жоғалтпайды. Агенттікпен бұл бағытта тиісті шаралар іске асырылуда. Биыл біз президенттік жастар кадр резервіне кезекті 3-ші іріктеуді өткізуді жоспарлап отырмыз. 3-ші іріктеудің ерекшелігі мемлекеттік аппараттың салалық кадрларға қажеттілігін ескеріп, келесі бағыттар бойынша нақты мақсат іріктеу өткізу. Инфрақұрылымды өнеркәсіптікті дамыту және сауда саясаты, агроөнеркәсіптік кешен және қоршаған ортаны қорғау, сыртқы саясат және инвестициялар, экономикалық және қаржылық саясат, цифрландыру, әлеуметтік саясат және азаматтық қоғам. Бұл ретте үміткерлермен әңгімелесу міндетті түрде салалық орталық органдардың қатысуымен өтеді. Үміткерлерге қойылатын негізгі талаптарға келер болсақ, Қазақстан Республикасының азаматтығы бар, жасы 35-тен аспаған, жоғары білімді, 5 жыл жалпы жұмыс тәжірибесі және қазақ тілін Б1 деңгейінен төмен емес меңгергені болуы қажет. Іріктеу президент жарлығымен бекітілген ережелерге сәйкес 6 кезеңнен тұрады және қыркүйек-желтоқсан айлары аралығында өткізіледі. Рұқсат болса, әр кезеңге нақтырақ тоқталып өтейін. Бірінші, резервке іріктеу қатысу үшін кандидаттардың құжаттарын қабылдау 2023 жылдың 1-30 қыркүйек аралығында арнайы сайтта онлайн режимде жүзеге асырылады. Іріктеу объективтілігін қамтамасыз ету үшін кандидаттардың деректері жеке нөмір беру арқылы жасырылады. Яғни бағалаушылар үшін үміткердің кім екендігі беймәлім болады. Кандидат қойылатын талаптарға сәйкес келген жағдайда іріктеу кезеңдеріне жіберіледі. Екінші кезең мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалау. Бұл кезең үміткерлердің күрделі мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін анықтауға бағытталған 2 бөлек тестілеу блогынан тұрады. Әрбір тестілеудің ұзақтығы 25 минуттан аспайды. Оның нәтижесі үміткердің жеке кабинетінде қол жетімді болады. Өз кезегінде тестілеу процесі аудио бейне фиксациямен өтеді. Өз бетінше өту шартының сақталуын қамтамасыз ету прокторинг жүйесімен қадағаланатын болады. Үшінші кезең ситуациялық тапсырмаларды шешу. Үміткерлердің таңдаған салалық бағыттарына байланысты ситуациялық тапсырмалар түріндегі нақты проблемалар шешуге деген көзқарасын бағалауға бағытталған. Аталған кезең онлайн режимде аудио бейне жазбасымен сүйемелденіп, эссе жазу форматында жүргізіледі. Орындалған тапсырманың шешімі қызметтің тиісті бағыттары бойынша бір уақытта 3 салалық сарапшымен бағаланады. Сарапшылар пулы академиялық орта мен бизнес қауымдастық өкілдерін мемлекеттік қызметшілерді қамтиды. Төртінші кезең құзыреттерді бағалау кезеңі. Кезең ассессмент орталығы мен құзыреттер бойынша сұхбаттан тұрады. Ассессмент орталық, яғни бағалау орталығы,
президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының базасында офлайн форматта өтеді. Ол мінез құлық индикаторлары арқылы кандидаттардың бойындағы белгіленген құзыреттерді анықтауға және бағалауға бағытталған. Кандидаттардың мінезін бағалау топтық және жеке тапсырмалардан тұрады. Жалпы құзыреттерді бағалауға кемінде 15 сертификатталынған бағалаушы және 5 супервизор тартылатын болады. Құзыреттер бойынша сұхбат блогы кәсіби HR менеджерлерін тарта отырып, онлайн форматтағы жеке терең сұхбат түрінде өткізіледі. Сұхбат кандидаттардың ішкі уәждемесін және құндылық бағдарларын айқындайтын құзыреттерді анықтауға бағытталады. 5-ші кезең сарапшылық комиссиясында кандидаттармен әңгімелесу. Бұл кезеңде ассессмент орталықтың сарапшысы комиссия мүшелеріне қатысушылардың жеке нәтижелерін ұсынады және оларға түсініктеме береді. Комиссияның құрамына белгілі қоғам өкілдері, салалық сарапшылар, мемлекеттік органдардың басшылары тартылатын болады. Комиссияның отырысының қорытындысы бойынша ұлттық комиссия отырысында қарауға ұсынылатын қатысушылардың тізімі жасалады. 6-ші соңғы кезеңде ұлттық комиссияның отырысы өтіп, президенттік жастар кадр резервіне үздік 50 кандидат қабылданады. Ол ағымдағы жылдың 25-ші желтоқсанға дейін өткізіледі деп жоспарлануда. Ережеге сәйкес, резервте болу мерзімі 3 жылды қамтиды. Резервке алынған адамдар заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік саяси лауазымдарға, А корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына, Б корпусының басшылық лауазымдарына және Б корпусының А санаттар тобының лауазымдарына тағайындалуы мүмкін. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, іріктеудің ашықтығы мен объективтілігін қамтамасыз ету үшін кандидаттарды бағалау нәтижелері олардың жеке кабинетінде және кезең қорытындысы бойынша сайтта жарияланады. Барлық азаматтар үшін қатысушылар туралы ақпарат қолжетімді болады.